Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақ тіліндегі спортшы YouTube арна Yera X. Видеоны көрместен бұрын видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. UFC компаниясының президенті Дана Уайт 2 салмақ дәрежесі бойынша әлемнің экс-чемпионы Конор Макгрегордың 18 қаңтарда жекпе-жекке шығу мүмкіндігі туралы жаңалыққа пікір білдірді. Біз дәл осы күні Конордың октагонға қайтып оралуын көздеп отырмыз. Тек қандай да бір келісім жасауға әлі ерте. Ондай жағдайға жете қойған жоқпыз, деді Уайт Бред Окаматоға берген сұхбатында. Ал Конор Макгрегор болса Мәскеуге келіп, басы дау-дамайға ілінді. Бұған Макгрегордың Хабиб Нурмагомедовты сынағаны себеп болған. Ирландиялық спортшы өзінің негізгі қарсыласы саналатын Хабиб Нурмагомедовты арандату үшін ыза-кекке толы сөздер айтты. Хабиб Ресей спортшысы емес сияқты. Оның жеңісінен кейін Ресей туы неге желбіремейді. Хабибтің командасы қайда? Мен ешкімді көріп тұрған жоқпын. Мен Мәскеу төрінде тұрмын. Мен осында ұшып келдім. Ол болса ұшып кетті. Бұл дағыстандықтар үшін үйреншікті нәрсе. Ал мен тіпті дәретханаға барғым келіп тұрса да, Дағыстанға бармаймын, деді Макгрегор. Мәскеуде дағыстандықтар аралас жекпе-жек файтері Ирландиялық Конор Макгрегор тоқтаған Ритц Карлтон қонақ үйін қоршап алған. Бүгін Конордың мәлімдемесін естідік. Ол дағыстандықтардың өзінен қашып жүргенін айтыпты. Біз Ритц Карлтон қонақ үйіне келдік. Ондағылар мұнда Конор жоқ дейді. Бірақ біз оның келуін күтіп отырмыз, деді Нурмагомедовтың жанкүйерлерінің бірі. Ассалаумалейкум, дорогие друзья. В общем, вы видите, Конор Макгрегор сегодня сказал, что дагестанцы трусы, дагестанцы боятся или что-то еще как, да? Но сегодняшний день, вот вы видите, сейчас собрались ребята, даже никто никого не звал, просто всего лишь сказали, что мы трусы. И все, в данный момент стали перед носом у этой проблемы, у этого человека, который всю дорогу вылетает в воздух. И мы пришли сюда. Каждый вот здесь стоящих дагестанцев, ребят, готов просто вот здесь один на один с ним разговаривать, не вмешиваясь. Дорогие братья и сестры, короче говоря, сегодня увидели обращение Конора, который говорил, что дагестанцы бегают от него, короче. Вот мы находимся в отеле Рица, мы сюда приехали, здесь они всячески пытаются сказать, что его здесь нету. Но мы решили аккуратно пиджаки тоже скинуть, посидеть, подождать, пока он сверху вниз спустится. Отель Рица, дагестанцы ждут Конора. 24 қазан күні Мәскеудегі Ритц Карлтон қонақ үйіне Конордың сөзіне шағымданған көптеген дағыстандықтар келді. Ертеңде ирландиялық атышулы спортшы болған жағдай туралы пікір білдірді. Және сол жердегі біреумен ерегісіп қалды. Конор сұраққа жауап беріп жатқанда оған сол жердегілер өтерке лақтырған. Күзетшілер лақтырған адамды шығарып жіберді. Ал Конор ашуға толы сөздерін тоқтата қоймаған. Ал сіз Конор мен Хабибтің жекпе-жегін күтесіз бе? Әлде Хабиб Нурмагомедов пен Тони Фергюсон шығуға лайықты деп ойлайсыз ба? Өз пікіріңізді комментке қалдыра кетіңіз. Сіздермен бірге болған қазақ тіліндегі спортшы YouTube арна Yera X. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, күн сайын жаңа видеолар біздің арнаға шығып отырады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, келесі кездескенше.